Түлкі, тасбақа және кене ертегісі. Ерте баяғы бір заманда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болыпты. Олар келе жатып, жерден бір уыс тауарды тауып алады. Үшеуі ойласып, ақылдасып, біреу айтады: мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтіп, бөліп алайық дейді. Түлкі бір жарды көріп, қулыққа басады. Мен сендерге кедергі болмасын деп, мына жарды итеріп тұрайын. Сендер жұмыстарыңды істей беріңдер деп, сол жардың көлеңкесінде саялап жатып алады. Ал тасбақан байғұс жер тырналап, кене сорлы тарыны жиып, оны суарып, еңбектеніп, егіп, бейнетпен өсіріп, піскен соң ол тарыны орып алмақшы болады. Барлық тарыны орып алып бастырған кезде бір аяқтары болып шығады. Біреуі барып түлкіні шақырып келеді. Мұны естіген түлкі жүгіріп келіп, мұны үшке бөлуге болмайды. Үшке бөлсек әрқайсымызға қаншадан тиеді дейсің? Онан да үшеуміз жарысып, кім озады, сол тарыны алсын дейді. Барлықтар үшеуі де мақұл деп келісіп, үшеуі бір жерге келіп қатарласып тұрады. Түлкі ал кеттік деп жөней бергенде кене түлкінің башпайына жабысып алып бірге кетеді. Түлкі өліп өшіп барынша жүгіріп келіп қырманға отыра берген кезде кене: «Ай, сорлы, мені басып өлтіресің бе?» дейді. «Ой, сен қашан келіп қалдың?» дейді түлкі. «Сен бағана ал кеттік дегенде мен ұшып осы жерге келіп бірінші жеткенмін» дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда аузы мұрны қан болып тасбақа келеді. Келе сала: «Ойбай, түлкі, мен бір бәле көрдім. Жаңа сендердің арттарынан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, және екі тазысы бар. Екі адам келіп, жаңа қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп мені ұрды, соқты» дейді. «Сенің осында екеніңді айтқаным жоқ. Осы жаққа қарай бірақ та өздері келе жатыр» дейді. Түлкі шошып кетіп: «Айналайындар-ау, мені айта көрмеңдер. Мына тарыны екеуің-ақ теңдей бөліп алыңдар. Сендерге риза болдым. Олар кесе мені білмейміз, қайда кеткендерін көрген жоқпыз деп айтыңдар» деп тұра жөнеліп қашып кетеді. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты. Соңы. Тағы қандай ертегі тыңдағыларың келеді, астына жазсаңдар болады. Ұнаса каналға тіркеліп, келесі ертегіні бірге тыңдаймыз.